Бір Алланың басқа салған сынағы, жүректерде мұң нала боп тұрады. Жарық ғұмыр сыйлап кеткен анаға, бағышталды сауап жазар Құраны. 20 жыл боп арамыздан кеткелі, тоқтағаны ғұмырының өткелі, сағынышпен еске алатын ұрпаққа мейіріммен шапағатын сепкені. Нұрқаш қызы Мақпал сынды анамыз, өнегеміз, тағылымды данамыз, 1956 жылында дүние есігін ашқан екен даралыз. Түркменстан, Мары сынды жерінде туған екен асыл анам төрінде. 1961 жылында қоныс теуіп Шардарада елінде. Үлкендердің шешіміне қараған, соны дәйім заң секілді санаған. Нұрсұлтанның ұлы Алибай әкеммен келісіммен отау құрды Даражан. Қарапайым отбасының нұры еді, өнегелі келіндердің бірі еді. Нұрсұлтандай атасынан баталып, Хадишадай енесінің жыр еді. Үлкендердің тағылымын дартқан, отбасылық құндылықты дамытқан, асыл ана, аяулы жар атанды, үлгі болу сара жолын танытқан. 3 ұл, 5 қыз перзентінің анасы, бола білді бағыт берген данасы. Ұрпағымнан қызық көрем дегенде ажал алған бұл сынаққа қарашы. Жұмағазы ұлы үйлі болғанда, қан сұлудай құсы қолға қонғанда, немерелер Назым менен Дилназға әже ақылын үйіп төкті жолдарға. Ырзагүлдің қызы болып мақтаны, келін болып бегей жұртқа аттанды. Ербол сынды күйеу бала жары боп, Нұрлыбектей жиен үміт ақтары. Екінші қыз Достыгүл деп аталған, оқу орнын тәмамдаған сапардан. Аттанды университет Ақтауға, қызмет жолын бастауына қатардан. Ал Ырыскүл жоғарғы оқу тәмамдап, ал Ақмарал Ақбілек апа қызы деп атанған, студенттік жылдарын ол бағамдап, Тойлыбаймен Пернебектей ұлдары оқушы еді мектепте сол заманда. Аяқтаған сол 4-ші сыныбын, енді ғана қалыптасып ұғымын, кіп-кішкентай мөлдір қызы қалдартта, анашым деп іздеп асыл тұғырын. Әр перзентін қойып дәйім жоғары, ана жүрек шіркін ерек соғады. Жеткіземін, жетілдірем деп жүріп, аяқ асты өзі қаза болады. Адалдықты биік қойып үнемі, адамдығын алға тартып жүреді. Жайлы мінез, қамқорлықтың иесі үлкендерге зор құрметі біледі. 40 мылтық Сарымыстай ауылын, үлкендерін ақсақалын қауымын, құрмет тұтып шығаратын төрге көп, көрсетпеген мінездегі дауылын. Ұл қыздарым өсті деген шағында, тіршіліктің бір жағымсыз заңында, 2006 18 мамырдың кете барды мәңгілікке таңында. Қан қысымы алып кетті тұлғасын, жүректерде сағынатын мұң басым. Сүйікті жар, асыл әже, ер ана,
өнегелік тұстарыңыз жырлансын. Енді әкеміз қорғанымыз өмірде, бір сағыныш тұр бәрі бір көңілде. Бәйтерегі әулетіміз өзі боп, бағыт бағдар беріп келет төрімде. Бар қызықты қатар көрсе деген біз, амал қанша еске алумен елеңдіз. Құран нұры мол сауапқа кенелтсін, басқа салған тағдыр ісін көрерміз. Жай тапсын деп жан ананың жәннаттан, пана қалсын өзіңізді жаратқан. Құранымыз нұрыменен нұрланып, жарық болсын, жазылсын мол сауаптан.